Баршаңызға сәлем, Arduino негіздері курсына қош келдіңіздер. Әр сабақ теориялық практикалық эксперименттік бөліктерден тұрады. Курста STEM оқыту моделі арқасында өздеріңіз жаңа проекттерді құрып, үйренетін боласыздар. Олай болса, баршаңызға сәттілік. Диод дегеніміз екі электродта бір пн ауысуы бар. Тоқта тек бір бағытта өтісетін жартылай өтішті электрондық аспап. Диодтың ұзын бөлігі анод, қысқа бөлігі катод деп аталады. Диодтар тоқта тек бір бағытта, яғни анодтан катодқа қарай тоқ өтіседі. Жұмыс істеу принципіне және атқаратын қызметтеріне қарай диодтар әртүрлі болады. Олардың ішінде кең тараған түрлеріне түзеткіш диодтар, стабилитрон, варика, фотодиод, жарық диодтары жатады. Жарық диоды электр тоғын тікелей жарық сәулесіне айналдыратын жартылай өтішті электрондық аспап. Ағылшын тілінде жарық диоды Light Emitting Diode немесе LED деп аталады. Күнделікті өмірде кездестіріп жүрген LED экран немесе LED шамдар осы жарық диодының принциптеріне негізделген. Жарық диодының жұмыс істеу уақыты 100 000 сағатқа жетуі мүмкін. Бұл деп отырғанымыз қарапайым күнделікті қолданып жүрген жарық шамдарынан 100 есе көп, ал люминесценсі шамдардан 10 есе көп. Қазіргі таңда TikTok, Instagram әлеуметтік желілері үшін фото-видео түсіруге арналған LED лампалар жарық диодының принциптеріне негізделген. Практикалық жұмысымызды скетчін жазу үшін Arduino IDE платформасын ашамыз және де Sketch LED деген LED файлын ашып, жаңа файл ашып, соның ішін жазатын боламыз. Скетч жазу үшін бізде жарық диодымызды 11-ші пенге жалғаған болатынбыз. Соны айнымалы ретінде LED деген айнымалы ретінде аламыз және ол 11-ге тең болады. Яғни айнымалымыздың мәні 11-ге тең, ал 11 деп отырғанымыз integer деген типке тең екенін бәрімізге айқын. Одан кейін біз setup конфигурациялық функциямыз болып табылады. Setupқа pin mode деген функцияны қолдану арқылы ішіне бірінші пинді, содан кейін оны output па әлде input па екенін жазуымыз керек болады. LED дегеніміз бізде айнымалы, яғни ол айнымалы бізде output, яғни шығыс болып табылады. Үтірнүктелі жазамыз. Одан кейін біз loop функциясы бұл циклдік функция ретінде қабылданады. Бұл циклда, яғни қайталағыш функция. Яғни басты біздің осы скетч жазатын дүниеміздің барлығы осы loop функциясында орындалады. Бірінші бізде LED деген айнымалымыз бар. Осы LED деген айнымалымыз digital бөлікте жазылғандықтан, әуелі біз loopта digital write деп жазуымыз керек болады. Яғни бізде output болғаннан кейін write деп жазамыз. Digital write болғаннан кейін оның ішіне бірінші пинді жазуымыз керек. Пиніміз бізде LED деген айнымалыға тең. Одан кейін бізде ол high бола ма әлде low бола ма, яғни жана ма сөне ма, соны анықтауымыз керек. Яғни high деп отырғанымыз бұл жерде жандар деген сөзді, яғни бір деген мағынаны білдіріп отыр. Delay, одан кейін delay деген функцияны қолданамыз, яғни 1000 секунд, яғни 1000 миллисекунд. Бұл жерде миллисекунд, яғни оның 3 дәрежесі көбейткен оның миллис 3 дәрежесі ол 1 секундқа тең. Digital write, яғни осы LED функциямызды, LED айнымалымызды, яғни қазір low деген, яғни сөндіреміз low арқылы. High жоғары, low төмен деген мағынаны білдіреді ғой. Сол секілді біз бірінші 1 және 0 деген мағынаны білдіріп, 1 секунд жағамыз, 1 секунд өшіреміз. Енді біз компиляцияға береміз. Компиляцияға беру барысында біз loop функциясын жазған digital write, delay функцияларын қолдану арқылы біз скетчті жазып үйрендік. Компиляция скетчі жүргізілуде. Компиляция скетчі қазір орындалуда. Компиляция скетчі дұрыс орындалды. Практикалық бөлімнің екінші бөлігінде tinkercad.com онлайн сайтында Arduino микроконтроллермен практикалық жұмысты жүргізетін боламыз. Tinkercad онлайн сервисі арқылы практикалық жұмысты жүргіземіз. Arduino микроконтроллермен макеттік платаны орнату арқылы, бір-біріне байланыс жасау арқылы практикалық жұмыстың мақсаты жарық диодымен жұмыс жасау болғандықтан, блоктан жарық диодымен резисторды алу арқылы бүгінгі практикалық жұмысты жасайтын боламыз. Arduino микроконтроллермен макеттік платаны орнатып болғаннан кейін жарық диодының макеттік платаға орнатамыз. Жарық диодының катод және анод бөлігі болғандықтан, оны катод бөлігі минус ретінде power, яғни қуаттандырғыш бөлігіндегі groundқа жалғайтын боламыз, жерге тұйықтаймыз. Заземление жасап болғаннан кейін сымды көрнекі ретінде дұрыстап қоямыз, яғни әдемі болу үшін сымдарды дұрыстап қойғаннан кейін сымның жалғағыш сымымыздың
цветін өзгертуімізге болады. Түсін өзгертіп, қара түске өзгертеміз. Яғни анод бөлігін біз бірінші бөлікте көрсеткенімізде резистор арқылы жалғаймыз. Яғни резистордың мәнін 220 омға өзгертеміз. 220 омдық резисторды орнатамыз. Осы резистор арқылы диджитал бөліктегі 11-ші пинға апарып жалғаймыз. 11-ші пинға апарып жалғадық. Дәл катод бөліктегі жалғағыш сым ретінде оны да сымдарын дұрыстап қоятын боламыз. Яғни үстінен бір бассаңыз, онда сіз жалғағыш сымның сымдарды бөлік ретінде қойсаңыз болады. Сіздің сұлбаңыз әдемірек көріну үшін сіз сымның үстінен бір рет басып оларды өзгертуіңізге болады. Бұның да катод бөліктегі жалғағыш сым сияқты түсін өзгертуіңізге болады. Жасыл түсті біз қазір қызыл түске өзгертетін боламыз. Красный деп таңдап қызыл түске өзгерттік. Яғни сұлбамыз дайын тұр. Диджитал бөліктегі 11-ші бөлікке апарып орнаттық. Резистор арқылы енді кодын скетч жазамыз. Текстқа барып продолжать ретінде Arduino IDE платформасына жазған скетчімізді копировать етіп алып, яғни көшіріп аламыз. Бірінші бөліктегі жазған скетчімізді осы жақтағы скетчқа әкеліп Ctrl-V арқылы орнатамыз. Орнатып болғаннан кейін көргеніміздей осы жердегі high деп отырған бөліктегі, яғни 5 секунд, low-ға 4 секунд беріп, начать моделированиеға басамыз. Яғни біз көріп отырғанымызды әр секунд сайын, яғни 5 секунд бойы жарық диодымыз жанып тұратын болады. Яғни 5 секунд бойы, ал 5 секундтан кейін ол сөнеді. 9 секундта ол жанатын болады. Әр 5 секунд сайын жанады, әр 4 секунд сайын өшеді. Tinkercad онлайн сайтында жарық диодының жанып сөну процесі электронды түрде бақыладық. Практикалық бөлімнің 3-ші бөлігінде Phraising платформасы арқылы Arduino микроконтроллермен жұмыс жасауды үйренетін боламыз. Части бөлігінен, бөліктер бөлігінен Arduino микроконтроллерін аламыз. Arduino микроконтроллермен макеттік платамызды бір-біріне байланыстыру үшін диод пен резистор арқылы және жалғағыш сымдар арқылы бір-бірімен байланыстыратын боламыз. Резистордың 90 градусқа бұру арқылы оны бізге тік ретінде 90 градусқа, яғни 180 градусқа бұратын боламыз. Бұрылғаннан кейін оны жалғағыш сымдар арқылы катод бөлігін ground бөлікке, яғни жерге тұйықтаймыз, ал резисторды диджитал бөліктегі 11-ші пинға барып жалғайтын боламыз. Катод бөлігінде groundқа жалғаймыз. Осының түсін өзгерту үшін, яғни светті қара түске өзгертеміз. Резисторда жалғауымыз үшін 11-ші пинға барып жалғаймыз. Дәл Tinkercad'тағыдай жалғағыш сымдарымызды көрнекі ретінде көрсету үшін біз сымдарымызды дұрыстап қоятын боламыз. Дәл осылай үстінен бір басып қоятын боламыз. Дәл бірінші сымдағыдай бұның да түсін өзгертуімізге болады. Қызыл түске өзгертуімізге болады. Қызыл түске өзгерттік. Резисторымыздың мәні 220 омға тең болды. Және де осы жасаған сұлбамызды енді сурет ретінде қалай аламыз. Файлда экспорттың ішінде as image, яғни PNG ретінде жалғап, осының атын беріп, бізде LED1 деп атын береміз, сохранить ретінде басамыз. Енді экспортинг жасады. Енді осыны папкалардың ішінен суретті тауып алуымыз керек. Папканы ашамыз. Папканы ашып болдық. Қазіргі таңда папканың ішінен біз қазір документтің ішіне, Phraising'ның ішіне кіріп, LED1 деген суретті іздейміз. LED бірінші суретіміз бізде ашылу үстінде, яғни LED бірінші суретіміз ашылды. Яғни осы сурет арқылы біз Phraising платформасында құрған сұлбамызды PNG форматындағы сурет ретінде ала аламыз.